Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз «Уа еркіндік, сенсің менің ең ғажайып өлеңін» сабағын қарастырамыз. Сабақтың тақырыбы «Уа еркіндік, сенсің менің ең ғажайып өлеңім». Оқу мақсаттары экранда көрсетілген. Осыған байланысты сабақ мақсаттары: тәуелсіздік өлеңін тыңдау, мағынасын түсіну, тірек сөздері дұрыс сипаттау, ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін сөйлеу барысында қолдану. Сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударыңыздар. Қандай суреттер көріп тұрсыңдар? Бұл жерде 4 сурет бейнеленген. Балалар, дұрыс айтасыңдар, бұл тәуелсіздік бейнесі. Яғни біз тәуелсіздік өлеңін қарастырамыз. Ең алдымен тыңдалым алды тапсырмасын орындайық. Көрсеткі бойынша буындарды қосып сөз құрап, жаңа сөздерді табу. Бірдей түстерді қосып сөз құрастыру. Мысалы, шер, мұң, өзек, ары қарай солай кете бересіздер. Дескриптор көрсеткі бойынша буындарды қосып сөз құрап, жаңа сөздерді табу. 2 балл. Жарайсыңдар, енді тыңдалым кезі тапсырмасы. Аудио жазбаны тыңдау, өлең ішіндегі қалған сөздерді табу, сұрақтарға ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтар арқылы жауап беру. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім, өзің барда өзегіңде жоқ шермің. Кеше сенің келбетіңді арман қып, бодан болып бұғауланған ел едік. Бабалардың басын иіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердік. Уа еркіндік, қош келдің, өзегімді өртке ораған қоғамда, өз үйімде өзімді өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым, қадірің де жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнгі тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалын атып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалды ма? 86 ерлігім бе ең соңғы? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсе өлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім. Ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымды сүйінішпен тұрайын. Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Тыңдалым соңы тапсырмасы сәйкестендіру тапсырмасы. Берілген сөздерді дұрыс сәйкестендіру. Тіркес сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрациялар бойынша өлеңді ыңғайластық қатынасты білдіретін жалғаулықтарды қосып сипаттау. Экранда ықтимал жауап көрсетілген.
Бекіту тапсырмасы ретінде мына QR кодты өтіп, Educaplay платформасы арқылы тест тапсыруларыңызды өтінемін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сабақ ұнады ма? Сабақты толық түсіндіңіздер ме? Рефлексия арқылы жауап берсеңіздер болады. Барлық тапсырманы толық орындады деген үміттемін. Сау болыңыздар.